Барлықтарыңызға жақсы күн болсын. Осы видеом қиярларға арналады. Яғни қиярлардың өсуі жаңағы төменгі жақтағы міне қиярлар, мұны көріп тұрсыздар ғой, қиярлар өте көп, кішкентай өсіп жатқанына біраз болды. Енді осы 3-4 күн болды алып жеп бастадық. Кішірек болса да қиярларды алып жеп жатырмыз. Қалайша айтсам, кішірек болғанда бір 7-8 сантиметрдің жобасында, енді мынандай кіші емес, саусағымыздан үлкендеу. Сондай қиярларды алып жеп жатырмыз. Неге? Өйткені мына қалған қиярларға кедергі келтірмесін деп. Мысалы, мына жерден алған болатынмын жаңа. Өйткені мыналарға да әрі қарай күш барады міне. Өткен жолы қимай қиярлардан түбі жағындағысын қаншама қаптап тұрды ғой. Соларды өсе берсін, өйткені жұлып тастауға қимай тұрым деп едім. Бірақ дегенмен де міне арасында, міне көрдіңіздер ме? Осындай сарғайып кеткен қиярлар бар. Бірнеше қиярды негізі алған болатынмын. Осы түптен емес негізі. Кеше бір видеоны қарап отырсам, астыңғы жағындағы ең төмен жағындағы ең бірінші шыққан 3-4 қиярды байынан біраз жерге дейін, жарты метр жерге дейін алып тастаған дұрыс деп айтады. Енді соны ойлаймын, сол дұрыс па, солай істеген дұрыс пет деп. Өйткені міне мына жерлерде де міне қияр тұр, көрдіңіздер ме? Өте көп қияр. Мына жердің өзінде міне ең түбінде қаншама қияр тұр. Мына жерінде тұр, мына жерінде тұр, мына жерлерінде ұсақ, мына жерінде тұр. Мына жерінде біреуі сарғайып жатыр. Сондықтан осыны сарғайғанын тоспай-ақ, негізі сол бас кезінде сразу бірден алып тастаған дұрыс бет деп ойлаймын. Мына жерлерді де. Мынандай пасынкаларын деп айтып жататын. Міне соны да дейді, ең бірінші шыққандарды алып тастаңыздар деп айтады. Бірағында мен оларды алмасам да деп ойлап отырмын. Осы қиярларды мынандай кішкентай түбіндегі гүлдерін бәрін алып тастауым керек еді деп. Енді мыналар әжептәуір болып қалды, білмеймін, бұлар тұра берсін. Дегенмен де 3-4-те осы түбі жағынан алдым. Содан міне мысалы, мына түбі жағында да қаптап, мына жерлерде бәрінде қаптап өсіп тұр. Міне мынау ептеп сарғайыңқырап тұр. Міне осыны алып тастасам да болады екен. Солай ең түбі жағын алып тастасақ, хотя бы сол да біраз көмек болады екен. Өйткені енді қиярлар шықпай тұрса, су түбінде бір-екеу ғана шығып тұрса бір жөн. Енді қиярлар міне жоғары жағында міне жақсы өсіп тұр. Міне мынандай сияқты ұсақтары, міне мынандай әні өсіп жатыр. Сондықтан хотя бы сол астыңғы жағында бір 3-4-еуін алып тастауға болады екен негізі. Әзірге осы бұл қиярлар өсіп жатыр. Сол ептеп жей бастадық. Артық мұртшаларын алып жатырмын. Басында айтып едім ғой, осы мұртшаларды қанша бір влага алады дейсің, не деп тұра берсін деп едім. Өте көп болады екен мұртшаларда. Сондықтан алып тастап жатырмын оларды. Өйткені әр сұрып әртүрлі ғой. Міне қаншама мұртша ана жерде енді көрінбей қалған ғой. Негізі жана келіп біразын алып тастағам. Әзірге қиярлардың өсу барысы осындай. Төбедегі жіпке әлі жеткен жоқ. Төбедегі жіпке жетіп, әбден бойы үлкен болған кезде, мынандай өсіп жатқан жерін мына жерден алып тастаймын деп жоспарлап отырмын. 2 метрден асқан кезде. Өйткені о жаққа артық күш жұмсап қажет емес деп ойлаймын. Енді әзірге түсінігім сол. Басқаша бір ой болса, басқаша бір түсінсем, любой уақытта өзгеру мүмкін. Сондықтан қазіргі жоспарым сол. 2 метр жобалап өскен кезде сол жерді артық күш жұмсатпай, сол жерді алып тастаймын деген ойым бар. Өйткені мына жердегі қиярларда өсу керек. Ана жанынан шыққан побеги дейді ғой, пасынка деп жаңа айттым ғой. Сондайларды да алып жатқан жоқпын. Сондықтан бойының қатты өсуі маған қажет емес. Міне мысалы пасынка деп айтылатын жаңағы қайда осылай жанынан кеткенде, мысалы, міне бұл жерде де қияр өсіп тұр. Менен видео осы болды. Назарларыңызға рахмет. Подписаться тетігін басып,
видео ұнап жатса, канал ұнап жатса жазылып қойыңыздар, менен жаңа видео күтіңіздер.